Сәлем оқырман. Бүгін алғашқы кездесу орын алды. Әліби мен Индираның жақсы кеш өтті. Қызға қарасам шынымен де бақытты көрінді сол видеода, әлде өз-өзін алдап жүрме. Не болса да әдемі көрініс, Индира өз таңдауында қателеспеді деп ойлаймын. Айбек сол кезде Индираны тастамағанда бұлай болмайтын еді. Қыздың анасына, ағасына сөз беріп алып, орындамағаны дұрыс болмады. Ал Әліби болса бұрыннан ұнатқан ғой Индираны. Өте әдемі қыз, тәрбиелі, жап-жас, неге ұнатпасқа. Әліби мен Индираның таныстығын бірдеңе шығама қалай ойлайсыздар? Бірақ соңында Индира жылап қалды. Айбек өлеңін айтқанда сезімі әлі де бар. Бірақ жүрекпен емес, басымен ойлап істеп тұр деп ойлаймын. Әлібиде жаман бала емес, жасы келген, үйленуге дайын жігіт. Айбектің қызға деген көңілі қалған болу керек. Күтпеген кезде Әлібиді таңдап кетті. Шынымен ешкім де осындайды күтпеді деп ойламаймын. Өзіме де таң қаларлық жағдай болды, төбеден түскендей. Ендігі тек Әліби қызды жылатпай, баурай алса жақсы болатын еді, Айбектің жасағанын қайталамай. Ал сіздің ойларыңыз қалай, дұрыс жасады ма қызымыз? Әлде осының бәрі Айбектің жасағанына бір кек алу ма? Оны алда біле жатармыз, түбі махаббат жеңеді. Кім кіммен болатынын тек уақыт көрсетеді. Ал енді Мұсаға келсек, аяулым деген қызын күтем деген еді алдыңғы эфирде. Бірақ қыз келмейтін болмайтын секілді. Мұса өз парақшасында осылай жазып қойыпты. Жақсылар болды. Ол қыздың есімі жоқ енді. Өз болашақ жарымды күтем. Қайыр барлық іске, дейді Мұса. Сонымен шақырған қызы аяулым келмейтін болды ма? Не болды? Не үшін Мұсадан бас тартты? Әлде жігітке айтпай эфирге келе ме? Қалай ойлайсыздар? Ал пікірлерді оқып көрейік, оқырман не ойлап жатыр? Енді неге көзі ағып отыр? Айбек өзі тастап кетті ғой Индираны, Әліби Айбектен жас көрінеді. Неге тисе бересіңдер сол балаға? Айбекке жоқ дегенде өз үміткерімді күтем дегені дұрыс болар еді. Айбекке ренжігенін білдіріп, ал енді Әлібиді таңдаса онда өзінің де көз салғаны бар ма деп қалдық. Енді Айбекпен бұрынғыдай болмас. Айбек бірінші тоқтатқан соң қызда по-любому обида бар, соған назло. Әлібиді таңдап тұр. Хотя көрініп тұр, бір-бірін әлі жақсы көреді. Өз ойыңызды жаза кетіңіз.